Бәріңе сәлемдей, сіздермен арди. Осы күндер достар менің активім өте керемет және де подписчигім көбеюде. Соңғы күндері мен аналитикамды қарасам, менде достар 3 видео 100-ден астам просмотр жинап, менде бәрі активім өте жақсы болыпты. Оның барлығы біріншіден Алланың арқасы және сендердің арқаларың. Барлықтарыңа рахмет. Ал ендеше видеомызға кеттік. 2015 жыл. Мен сол кезде ютубтың не екенін білмедім. Ютуб түгілі Майнкрафттың өзін дұрыс білмедім. Сол кезде маған өте қатты қуанышты жағдай болатын. Себебі мен дәл сол 2015 жылы мен жаңа планшет сатып алған болатынмын. Ол планшет өте ескі, өте жаман, қататын планшет болды. Бірақ ол кезде маған өте қатты ұнады. Себебі мен бірінші телефон планшетті бірінші алып тұрған болатынмын. Әрине, ол кезде мен өте кішкентай болдым, және де бір кезде біздің үйге қонақтар келген болатын, тума қонақтарымыз. Біз соң қонақтар келген кезде олар бізге ютубтың не екенін таныстырған болатын. Сол кезден бастап мен ютубтың не екенін білген болатын. Ютубты қоя тұрайық. Бірінші Майнкрафтқа көшейік. Мен Майнкрафтты 2014 жылдан бері білем, бірақ оны ойнап көрген жоқпын. Кейбір тумаларының бір нәрселерін ойнап көрдім. Майнкрафттың компьютерден мысалы. Сосын барып бір кезде маған бір кезде 2015 жылы планшет сатып алғанда мен Майнкрафтты өзіме скачет етіп алдым. Және де Майнкрафтты мен баяғыдағы 1.5-тен кейінгі баяғыдағы версияларын ойнап жүрдім. Сосын барып мен өзім тумалы үйлеріме барған кезде барлығы айтты маған осындай сервер бірдеңе деп бәрін түсіндірген болатын. Мен сервер ойнап, әлтүр заттар ойнап, керемет болып жүрген болатынмын. 2015 жылы мен білесіздер, мен ютубтың не екенін түсіндім. 2016 жыл. 2016 жылда менде өте көп заттар өзгерді. Мен ютубтың не зат екенін дұрыстап түсіндім. Және де атақты ютуберлерді көре бастадым. Және сол ютуберлерді көріп мен шабыт алдым да, бір кезде маған бір ой келді. Мен неге ютуб бастамайым? Менде неге ютуб түсірмеймін? Менде бір ештеңе істемеймін? Менде видео түсіріп атақты болмаймын деген менде ой болған болатын. Және мен сол ойды атқарамын деп ютубқа кірдім. Және менде бір канал ашқан болатынмын. 2015 жылы маған планшет бергенде мен ютубты білген бойда мен бірден өзіме канал ашып алдым. Бірақ видео түсірмедім. 2016 жылы бастап мен өзіме жаңадан видеолар түсіре бастадым. Менің видеоларым өте ескі және де ол өте жағымсыз және де качествосыз, жаңағы монтаж жоқ, камерамен өтірік микрофонсыз түсіре салған видеолар болатын. Әрине мен ол кезде камерамен түрін өшетіп, өтірік қудыртып түсірген болатынмын. Достар, бұл өте кринж болатын. Сол кезде достар таза кринж болатын. 2017 жыл. Мен 2017 жылда ютубты сол баяғыдай түсіре бердім. Сол кезде мен ютуб түсіруге өте көп шабыттар болды. Қазіргідей шабыт жоқ емес, ол кезде өте қатты көп шабыт болатын. Ол кезде мен әлі кішкентай болатынмын. 8 жаста болатынмын. Қазір 13-темін. Негізі біршама жыл болып түсіргеніме, достар, 5 жылдай болып қалған жоқ. 6 жылдай болып қалды. Достар, мен осы ютуб түсіріп жүргенім 6 жыл болған. Және де достар, осы менің сол кезде ютуб түсіргенді ешкім қолдамады. Негізі ешкім қолдамады. Менің тіркелгендерімді подписчиктен бір 5-6 болды. Мен үйдегі адамдар, бауырларым, достарым сондай ғана тіркелді. Менде ешкім танымады. Менде 0 просмотр жиналатын. Бірақ просмотр жиналды, өзім көрген ешкімді көрмейді видеоларды бәрібір. Ол кезде мен ойладым танымал боламын деп, бірақ ешқандай танымал бола алмадым. Ол кезде ешкім мені түсінбеді. Просто ол кезде мен ютуб түсіретінімде кәдімгі ұялдым, өзім ата-анамнан да ұялдым, кәдімгі ютуб түсіруге де ұялдым, кәдімгідей бар ғой. Қазір нормально түсіре береміз, достар. Сол кезде бір түрлі болатын, достар. Және де бір қызық айтайын, менің 2016 жылдағы ютуб түсіргенім ең бірінші видео менде Майнкрафттан болған. Мен Майнкрафтты қалай түсіретінін білмедім. Экранды ішінен түсіруді білмедім. Мобизен деген программаларды да білмедім. Жай ғана сыртынан камераны қойып, камераның сыртынан төбесінен қойып, астынан телефонды қойып, қолыммен көрсетіп, кәдімгідей сөйтіп түсіргенмін, достар, Майнкрафтты. Бұл позор, достар. Бұл позор, достар. Таза позорский видео түсіргенмін сол кезде. Неге дауысым дұрыс шықпаған,
Мен ютубты баяғыда солай түсіргенмін. 2018 жыл. 2018 жылда менде өте көп заттар пайдалана бастадым. Мен Майнкрафтты қалай скачать етуді екенін білмедім. Мен скачать етіп алғанмын. Баяғыда Майнкрафт тегін болатын. Бірақ мен ол ақшамен кетіп келген болатын. Не достар, ақшамен болып кетті бір кезде Майнкрафт. Сол кезде мен түсінбедім. Үшін менде Майнкрафт удалить етіліп қалған болатын. Сосын мен түсінбей Майнкрафтты қалай скачать етуді білмедім. Мен ол кезде Google'дан скачать ету дегенді білмеген болатынмын. Сол кезде мен дейтін Google'дан скачать етіп білмедім. Сосын ютубтан да қарамадым қалай скачать етіп. Мен жай ғана өтірік клондар болатын Майнкрафттың, сондайда басып отқан болатынмын. Және де тағы да мен 2018 жылы мен бір кезде планшетпен сондай өтірік Майнкрафтты ойнап отқан болатынмын. Не клон Майнкрафтта мен өзі қалай скачать ету екенін білмеймін. Менің планшетім ескі, өте ескі. Қатат. Сол үшін менде өте қатты қатат. Оны шыдатпай жатыр. Ода текстур пагы бар еще клонның. Содан кейін мен қатты ашуландым да. Қатқаннан мен дейтін диванның шетінен ұрып жібердім. Сосын келді достар, тарс. Менің планшетім сынып қалды, достар. Полностью сынып қалды, менде істемей қалды планшетім. Ол кезде еще мамам дейтін жұмыста немесе қаладама бір неді болатын. Мен дейтін позор болды кәдімгідей. Бірақ мамам айттым, тікелей барып айттым, звондап, мамам дейтін қазір деп айтты, просто білмеймін. Бірақ сол кезде қатты қорқым сондай қазір. Просто планшетімді сындырып алдым, оны өзім дейтін қымбат ойладым, бірақ 30 мыңдай тұратын жемен планшет екен негізі бар ғой. Бірақ сол кезде 30 мыңды өзі көп ақша болатын. Так, сол кезде мен дейтін сындырып алғаннан кейін менде өте қатты мұнай жүрін просто біртүрлі болды. Баяғыда есімде 2017-2016 жылдың аралығында бір кезде менің планшетім бұзылып қалды. Бірақ сыртынан емес, бірақ звугі істемей қалды. Звугі тек наушникпен тыққанда істейді, бірақ өзі істемейді, достар. Өзінің дауысы естілмейді, нөл. Сол үшін достар, мен дейтін сондай бір бұзылып қалған болатын. Бірақ сосын мен қайттан істетіп алдым. Сосын барып енді 2018 жылы менде қайттан сынып қалды. 2019 жыл. Достар, 2019 жылы менде телефон жоқ болатын. Бір кезде мамам Ақтөбеге кетіп қалып, маған жаңа телефон сатып алып берді. Ол Samsung Galaxy A10. Барлықтарыңыз танитын ол телефонды барлықтарыңыз танисыздар. Көп адамда сондай телефон бар. Қазір де бар керексеңдер, бірақ менде ол телефон сондай телефон алдым, достар. Ол телефонмен, достар, менде өте керемет болды. Ол телефон просто новый телефон. Мен бірінші рет керемет телефон ұстадым. Мен ол кезде реакциямды білмейсіздер. Мен өзі қатты таң қалдым. Бірақ, достар, сол кезде мен дейтін ютубымды қайттан бастайын деп шештім. Достар, қайттан ютуб бастайын деп шешкен болатынмын. Сосын барып, достар, мен RD-KZ деген жаңа ютуб канал аштым. Сол RD-KZ ютуб каналы менің қазіргі осы түсіріп жатқан, осы көріп жатқан канал сол RD-KZ деген канал. Аты өте бір түрлі. Аты бір детский, просто өтірік қоя салған ат сияқты, достар. Достар, мен RD деген атты мен басқа біреуден ұрлаған жоқпын. Менің атым Ардана Ноғайбаев, Ардақұл Ардана. Менің атым Ардана, және мен өзім Ардана дегенді аттым RD деп өзгерттім. Менің Ардана деген ат қызған атына ұқсайды, бірақ мен негізі ұлмын, достар. Барлық қызды ойлап қалып жатыр. Мен ұлмын, достар. Даусымды нормально, даусымды қызды қалай ойлайды, достар. Менің атым Ардана, сол үшін мен RD деп оны өзгерттім дегенде қалай, просто атымды өзгертеді ғой, мысалы адамдар атын ютубқа қарай әдемі қылып өзгертеді. Мен де солай әдейі қылып өзгерттім, просто лақап ат қойдым, сондай керемет болды. Сосын барып, достар, мен 2020 жыл болды. 2020 жылда мен, достар, бір каналдарды көре бастадым. Free Fire каналдарды. Достар, мен Free Fire өзде жайып бастаған болатынмын. 2019 жылы бастаған болатын. Free Fire деген ойынды ойнап бастадым. Бірақ ол Free Fire деген ойынды қазір тастап кеттім. Достар, оны барлықтарыңыз білесіздер. Және тағы да бір сендерге біріне айтайын деп едім, достар. Мен, достар, 2020 жылы жайлап монтажды үйрене бастадым. KineMaster деген программамен. Мен әлі KineMasterмен монтаждаймын. Қазір оны көріп отқандарым, мен сөйлеп отқанымны звукты бәрімен монтаждап отырмын KineMasterмен. Сол кездері мен жайлап KineMaster деген затты үйрене бастадым. Бұл KineMaster деген программа өте керемет, қолайлы. Мен сендерге видеода да айтқан болатынмын. Сол программаны мен
қолданып бастадым. Және соны қолданып жүріп бір кезде маған бір ой келді, идея келді. Мен неге жақсылап монтаждамаймын, дұрыстап монтаждамаймын деп өз қолымнан монтаждап үйрене бастадым. Мен ештеңе қараған жоқпын, мен қолымнан не көрдім, соны монтаждай бердім. Сосын осы дәрежеге, осындай монтаж жасауға дәрежеге жеттім достар. Сосын барып мен жаңадан видеолар түсіріп бастаған болатынмын. Мен өте керемет видеолар шығара бастадым. Сосын барып 2020 жылдарда маған бір қызық ойлар келе бастады. Мен не түсірсем болады деп. Мен ол кезде факт және топ деген видеолар түсіре бастаған болатынмын, бірақ ондай видеолар маған ұнамай қалды. Сосын барып мен дейтін жаңадан бір өзіме бір жеке бір не түсірсем болады, бір не түсіретін арна ашқым келді. Арна ашқым келген жоқ, сондай бір не түсіргім келеді, бір ортақ бір не түсіремін деп ойладым. Любой нәрсені түсіре бердім мен ол кезде. Біресе факт түсірдім, біресе андай любой камерамен бір не түсірдім, короче қодырып жүрдім. Сосын барып мен нормально бір нәрсені түсіремін деп ойладым. Сосын барып 2021 жыл. 2021 жылда мен өзіме бір жаңадан бір не түсіретінді таптым. Ол достар Майнкрафт. Достар, барлықтарыңыз білесіздер, Майнкрафт ойынын өте атақты ойын. Мен сол ойыннан достар өзіме бір летсплейшік Майнкрафт канал болып танылғым келді. Және де мен Майнкрафттан түсіре бастадым 2021 жылдан бастап. Қазіргі көріп жүрген мен видеоларым, қазір мен Майнкрафт түсіріп жүрмін түгелімен. Мен 2021 жылдан бастап Майнкрафт түсіре бастадым. Және де мен осы 2021 жылда өте көп нәрсе үйрендім. Монтаждауды одан сайын жақсы үйрендім. Мен жақсы сөйлеуді үйрендім. Және де видеолардағы монтажды көп сөйлеуді, дыбыстауды, барлығын топпен жұмысты үйрендім. Мен достар, біз дейтін арна командасын аштық. Арна командасы ол біздің жігіттеріміз толған команда. Бірақ ол команда қазір кішкене проблемалар болып қалды. Олармен достар біздер шығармай жатырмыз. Бірімізде видео шықпай қалды достар. Себебі достар проблемалар болып қалды, короче. Сосын достар біздерде арна деген команда болды. Біз топпен жұмыс жасап үйрендік достар. 2021 жылда бізде өте көптер жетістіктер болды. 2022 жыл, қазіргі жыл достар. 2022 жылда мен өте қатты дамыдым. Қандай дамыдым десеңіздер, мен 2021 жылда дамыған заттарымды одан сайын қатты дамыттым. Мен қазір одан сайын жақсы монтаждаймын. 2021 жылдан гөрі қатты монтаждаймын. Мен дейтін кішкене жыл сайын монтаждарымды көбейтіп жатырмын достар. Және менде видеолар уже 90-ға жақындап қалды. 90 болып қалды, 90 болып жақындап қалды емес, уже 90-нан асып кетті. Уже 100-ге жақындап қалды достар. Уже мен 100 видео түсірейін деп жатырмын достар. 100-ге шейін жеткіземіз бұйыртса. Меніңше подписчигім 200-ге жақындап қалды. Мен достар 200-ге тез жетемін деп айтып едім. Шынымен тез жетіп жатырмын достар, бұйыртса 200 подписчикке жетеміз достар. Алғанша достар, осымен біздің видеомызды бітіретін сияқтымыз достар. Мен осы кезге шейін не болғанын, қалай YouTube бастағанын бәрін сендерге осы видеода түсіндірдім. Сендерге осы видео ұнады деген ойдамын достар. Аман жүздескенше давайте сол болыңыздар.